Ақмола өңірі өзінің тарихымен, танымал тұлғаларымен ерекше. Әсіресе Бұланды ауданының тарихын балуан шолақсыз елестету мүмкін емес. Өзінің балуандығымен, әншілігімен, композиторлығымен қазақ еліне біршама мұра қалдырған айтулы күш иесі жайында бүгінгі бағдарламамызда сөз етпекпіз. Аманат хабарымен Айгүл Бекетқызы, арнамыздан алыстамаңыздар. Балуан Шолақ елдің мақтанышы, халықтың жарқын өкілі. Жастайынан жұрт назарына ілігіп, есімі шартарапқа жайылған қазақтың атақты ұлы дүниеге келгелі 1,5 ғасыр болды. Жауырыны жерге тимеген палуан, ауыр салмақ көтеріп өнер көрсеткен алып күш иесі, ат құлағында ойнаған спортшы, өнерпаз, әрі адуынды ақын, әнші, сазгер. Біз төртеуміз. Менен кейін Шайдолла, Қамидолла, Есенбай. Өзінің балалары үшеу. Изажар деген мына ағаштың жанында зираты. Одан кейін Бәтен деген апамыз. Бәтеннің бір баласы болған, жорда қайтыс болды. Сосын менің әкем ең кіші. 3 баласы болған. Үйде ең мықтысы енді Бәтен апамыз болды. Қазақ халқының жоңғар басқыншылықтарына қарсы күресте өзінің батырлығымен даңқы шыққан ержүрек ерлердің бірі Қосы Батыр Сәмбетұлы. Ол атақты Бәдібек бидің тікелей ұрпағы, Дулаттың кенжесі, Шымырдың шөбересі Сәмбеттің 5-ші ұлы. Ал қазақтың белгілі тарихи тұлғасы Балуан Шолақ Баймырзалы Қосы Батырдың 5-ші ұрпағы. Қосы Батырдың үрім бұтақтары Жамбыл облысының Шу өңірінде ғана емес, солтүстік аймақтарды да мекен еткен. Мысалы, Балуан Шолақтың аталары осы өңірге келіп, ертеде сіңіп кеткен. Орыста қарсы болғанында әкеміз тұрады, орыс қарсы болды. Россиядан революцияның тиісі шығып келе жатты ғой. Байларға, қазақтың байларына да мал бақпай, орыстарға крестьян егін екпейміз, анымын өдіп көтерісіп жатыр. Сосын оған қалай жұмыс еткізу керек? Малын алып қойды, ананың егініне мен егінімге малдары түсіп, соған патравка алдым деп. Сосын олар кімге барады? Сотқа береді. Сотқа бергенде тілмәш дегенде переводчик қой. Переводчикқа барып, маған арыз жазып бер деп. Бейшара оқу білмейді. Айтады, солай, мен балым түскен жоқ. Ол наурыз жазады, мен балым түсті, мен штрафқа солай қойымды, сиырымды, бәрін жылқымды төлеп құтыламын деп. Сот қалып берді, мынауың не? Қолың тұр ғой. Сөйтіп, мен жазғам жоқ. Өтірік алдады деп бәрі атама келеді екен. Мен солай хат жазып едім, сотқа арыз. Солай бәрін теріс айналдырып, малымды алып қойды. Атам шу. У него закон один такой. Құлақ шекеден бір соны конократ деп қарыз жазып атамды сотпақшы болмаған ғой. Орыстың байлары да, қазақтың байлары да бәрі кулактар. Содан конократ деп, Омскіге барып, Кросконда Николай II-ға 500 теңге атам ақша берген екен, бірінші орын алған. Алтын сағат Николай II-ға берді, мен сыйлап шақырғаның үшін деп. 500 ақшаны, онда бір жылқының құны 3 теңге қой, сайысқа. Жанына еріп барған 300 адамға таратып берді. Сонда Николай Көкшетаудың губернаторынан сұрапты, сен конократ дейсің, бір табын жылқыны таратып берді ғой. Мен қайдан білейін, жұрт сөйдеп айтады. Вот за такой, как ты, говорит, Россия развалится, снять с работы. Атақты алып күш иесі Балуан Шолақ Баймырзалы өзінің балуандығымен қатар әншілігімен де, композиторлығымен де елге танымал болған. Азан шақырып қойған шын есімі Нұрмағамбет. Балуан Шолақ жас кезінде ат құлағында ойнаған спортшы болған дейді немересі Қайролла Шолақов. Оның сөзінше Балуан Шолақтың шын аты Нұрмағамбет Баймырзалы. Жас күнінде саусағын үстіп алуына байланысты халық Балуан Шолақ деп атап кеткен. 1864 жыл дүниеге келген Балуан Шолақ Ақмола облысында қайтыс болып, Тасты өзенінің бойында жерленген. Әр түрлі естейді. Біреу былай айтса, біреу қосып, өздерін шығара береді. Мен әкемнен сұратын, Иван Корынбен қалай күресті деп. Біздің мынау жерде өзек бар, Тасты өзек. Тасты өзектің әр жағы біздің Балуан Шолақ ауылы болған. Мына жер зират.
Бұның бәрі зират мына жер. Үлкен зират болған. Осы жерден тұрғанда Иван Корынмен күрескенде 80 өгізді осы жерден айдап апарған ғой. Сонда ауылда кім айдасып апарады дегенде Бәткен атамыз айтқан екен, балаң Құдай берген барады, одан басқа ешкім бармайды. Сонда әкеммен барғанда айдап апарған Көкшетаудың базарында күрескен ғой. Кітабын алып соғып көренің қабырғасын сындырып тастады, белін шығарып жіберді. Ол олай болған жоқ та, әкем айтады, Иван Көрін 60 килограммды бір қолмен көтеріп, жерге қойып, сосын кім солай көтерсе, соған 51 сом ақша беремді. Атам көтеріп қойып, сосын үлкен бармағында әлдеп алып, көтерге орнына қойғанда, Иван Көрінді бармағын салған, бармағы майысып, орнынан қозғалмаған екен кірі. Сонда зал айғайлады дейді әкем, пропал, ақшасын бер деп. Сонда әкемнен сұрап, жұртың ақша жұмысы қанша оның ақшасын? Қалтасын салып алмайды, залға лақтырады. Сосын кімге қанша тиеді, соған риза болады. Сосын айғайлайды жұрт. Шолақтың бәйгесін беріңдер деп. Сонда Иван Көрінбен күрескенде әкем айтады, Иван Көрінді лақтырып жүргенде Иван Көрін екі қолымен екі аяғын көтеріп тұрып қалды дейді. Сонда атам өсе берді деді Иван Көрін. Екінші рет лақтырып мостикқа тұрып келе жатқанда атам секіріп барып баспен сүзіп жүрді. Сонда сүзіп жүрген ана жатқан кірдің үстіне барып құлады дейді. Содан мертігіп беліне мертігіп қабырғасын сындырған. Сонда әйтпесе салып соққан жоқ. Сонда сұрадық дейді. Баспен неге енді жығылмағанда жынданып кетер едім де, аруағым қысып кетті. Сонда Көрін 60 килограммға екі аяғын көтеріп, екі қолмен тұрып, бұлай шайқалып тұрып, үшінші шайқалғанда 60 килограммда кім еді, алып тұрды деді. Сондай солай күрескен, сол 51 біткінің тасын көтеріп жүрген сонда, сол Көкшетаудың базарында. Мынау Бұланды ауданында орналасқан Балуан Шолақтың қорымындағы мемориалдық кешен. Бұл ескерткішті Балуан Шолақтың ұрпақтары 2004 жылы 140 жылдығын мерекелеу барысында орналастырған. Композицияға негіз болған 2 метрлік дөң жерленген жерде 8 қырлы пішін ретінде салынған. Тастыөзектегі қорымда балуан шолақ жерленген. Кесененің биіктігі 2 метр, 8 жағынан қырланған. Бұл балуан бабамыздың 8 қырлы қыран ғұмырын бейнелейді. Ондағы мәрмәр тастарда батыр, балуан, әнші, сазгер, ақын деген сөздер жазылған. Кесененің кіндік тұсынан 16,7 метрлік стелла көк аспанға шаншыла көтерілген. Расында жақсы кіші болды, күшті болды деп бәрі айтады. Балуан болды, сондай түйені де көтеретінді деп. Қандай путтанеки таста көтерді. Енді бұл кісінің историясы өте ұзақ. Енді мен енді білгенім сол енді. Расында да өте жақсы деп бәрі мақтайды. Ат құлап жатқанда, келе жатқанда ат құлап қапты. Бұл неге құлады деген ол кісі ат шаршады деп аттың астына кіріп көтеріп алған екен дейді. Соны ескен едім. Сонда бәрі бірінші көрген сол деп айтады дейді. Сондай бұл ғажап күш деп айтқан дейді. Енді содан әрі историясы жүре берген деп солай естіген. Немереме көп нәрсе дарды. Мынау несі күштілігі де, білімі де өте ақылды күйеу балам. Сондай ешқандай не емес, ең бірінші ойланып тұрып барып айтады. Жоқ, мен өте қуанам, сонда менің күйеу балам екен. Енді мақтанып тұтам, расында да. Енді ол не болмаса, ақылды болмаса, әкім болып бәлен жыл осы районда істеді. Бәлен жыл директор болып істеді, совхоздарды, күллі совхоздың бәрінде директор болып істеді. Ел іші ең қазына демекші. Балуан шолақ жайлы аңыз әңгімелер ел арасында көп ақ. Алайда халықтың сүйікті ұлын көзімен көрген көне көз қариялар жоқтың қасы. Дегенмен балуан жайлы көптеген деректер жинақтап, оларды мерзімді басылымдарда жариялаған жергілікті тілші Жайнарбек Заңдыбайұлы тарихи тұлға жайында өз әңгімесімен бөлісті. Балуан шолақ бабамыз жайлы біраз тың дүниелер, оның ұрпақтарымен әңгімелесу барысында естідік. Соның бірі жаңа Балуан шолақтың Ақбоз аты туралы біраз көп дүниелер болды. Жалпы өлімі жайлы талас тартыс әңгімелер көп қой. Біреу басқаша сипаттайды, кейбіреулер басқаша деректер жеткізеді.
Ал ұрпақтарымен сөйлескен кезде ақбоз аты болды дейді балуан шолақтың. Және ол балуан шолақ дүниеден өтетін кезде ауырып бірінші ақбоз аты өліп, аузынан ақ көбік ағып, сосын балуан шолақ бабамызға айтқан екен. Оны өзі де айтқан екен. Бірінші ақбоз атым кетеді, одан кейін мен дүниеден озам деп. Соны және оның алып күш иесі тек қана өзі емес, Бәтен деген қызы. Осы алып күші сол қызына дарыған екен. Және осы жалпы балуан шолақ осы Бұландымен біздің елмен тікелей байланысты ғой. Оның жүріп өткен жолдары әлі күнге дейін табиғаты таңдайыңды қақтыратын Тастыөзек деген ауылда ұрпақтары тұрады, үрім бұтақтары. Біршама тың деректерді әлі сол кісілерден алуға болады. Және оның бір балуан шолақ бабамыздың бір ұрып үлкен алып өгізді өлтіргені бар екен. Бір ауылға қонаққа келген кезде сол ауылдың бір бай манаптың өгізі болған екен. Ауылға тыныштық бермейді дейді жаңағы. Бұлай басқа кісілер оны жаңағы көзін құртуға қорқады деген сияқты. Сол балуан шолақ бабамыз қыдырып сол ауылға барғанда алдынан өгізі шыққан ғой. Екі көз оттай жанып. Сонда балуан шолақ атынан түсіп, өгіздің алдына қарай жүрген екен де. Өгіз жаңағы адам сүзіп үйренсе керек, жақындап келгенде бір-ақ рет тұрған екен де басынан. Бір-ақ рет тұрған екен. Сол жерде өліпті өгіз. Балуан шолақты қонақ қып күтеді, ас беріледі. Содан кейін жаңағы бұл қалай өлді екен, қарайықшы деп сойып көрген ғой. Сонда жаңағы бас сүйегі жарылып кеткен екен де. Бір-ақ рет тұрғаннан дейді. Соны баласының ауыздан естідім де жаңағы. Балуан шолақтың өмір жолы Сәбит Мұхановтан бастап, Әнес Сарай, Дулат Исабеков, Серік Тұрғынбеков және тағы басқа сөз шеберлерінің шығармашылығына арқау болып, олардың қаламынан туған прозалық, драмалық, поэзиялық туындылар жұртшылыққа қажет рухани азық қорын толықтыруда. 4 жыл табан аудармастан орыс тілі әдебиеті мұғалімі болып істедім. Соның 35 жылын Балуан шолақ атындағы бірінші мектепте істедім. Нақты балуан шолақ туралы материал жинай бастағаным 80-ші жылдардың аяғында. Сол материал дайындау барысында мен материалдерімді көбейте бердім. Балуан шолақ Ахмет Жұбановтың жазған несін замана бұлбұлдарынан оқыдым. Онда балуан шолақ хан тауының төңірегінде туды деп жазылған. Ол анау шу бойында Жетісу деп жазылған. Біздің елдің қарттары, үлкен адамдары о кісіні әрқашанда өзіміздің жерлесіміз деп қарайтын. Ал біздің елдің кісілері мынау Бурабайды хан тауы дейді. Мынау айналаның барлығы, осы біздің төңіректің барлығы кез келгеніміз біз Бурабайда тудық, көкшелікпіз деп мақтанамыз, айтамыз. Енді Сәбит Мұқановтың кітабын оқи келгенімде, оның жазған кітабындағы алшақтықпенен оқулықтарда жазылған алшақтықтардың барлығын тексере келіп, о кісі 16-шы жылы қайтты деп көрсетеді. Ал Сәбит Мұқановтың жазғаны дұрыс емес деп Естай Мырзахметов дәлелдеді. Енді Сәбит Мұқанов 16-шы жылға неге әкеп тіреді деген сұрақты қойдық қой біз енді. Ол кезде Совет үкіметінің азамат соғысы болып атқан кез, үкімет ауысып атқан кез, сол кезде Балуан шолаққа Бекболат Ашукеев Жетісудан хат жазады. Ол хат жазғанда ол кісі балуан шолақ соның несіне қосылады деп ойласа керек. Ал енді мынау біздің сол кітап бойынша да, сосын тарихи мағлұмат бойынша да кімге балуан шолаққа оқ атады ғой. Ал сол кезде жергілікті жердің, өзіміздің жергілікті жердің нелері байлары және жергілікті жердің казактары қорқады. Балуан шолақ қай жағын алатынын білмейді ғой. Сосын олар жасырын алады да оны атады. Естай Мырзахметовтың кітабында анық жазылған балуан шолақта. Ана ердің несінен дене өтіп кетіп, мына ер не келе жатады ғой, салт келе жатады ғой. Өтіп кетіп барып неге тигені, денесіне тигені, денесінде қалып қойғаны. Бір қызығы балуан шолақ сондай намысқой кісі болған ғой. Әйгілі балуан шолақ бір оқтың кесірінен өлді деп дегізбей айтпаған. Енді бертін келе архивті документтері бар кітаптарды оқи келгенімде, кітаптарда 18-ші жылы әкесінің атыменен Нұрмағамбет
Скопке балуан шолақ 18-ші жылда бітіріп. Ал енді о кісі қайтқан екен 19-ші жылы. Көрдіңіз бе? Сәбит Мұқановты 16-ші жыл, ал қайтқан жылы 19-ші жыл. Сосын енді нақты февраль екенін, март екені белгісіз, о кезде қатты дауыл боран болды, қатты боран болды дейді. Қазақтың әншілік өнерінде әншілігімен қоса балуандығымен де атағы кеңге жайылған Балуан Шолақтың орны ерекше. Балуан Шолақ Баймырзаұлы 1919 жылы 55 жасында қайтыс болған. Балуан Шолақтың Ғалия, Дікілдек, Сентябрь, Қосалқа, Желдірме, Көкшетау, Дүние, Талдыкөл, Қынжыл, Кенже, Қоңыр тағы да басқа әндері аманат ретінде бүгінгі ұрпақ жадында мәңгі қалмақ. Ayımda sen kalıyor, günümde sen oy, onga beyimde sen benim gönlüm kalıyor, davalasın oy, Afgan diyor sen, beyimdesin, ойпырмай жатсаң деп қалияу бетіңнен, аппақ болған етіңнен, бір күн ауру, бір күн сау, жазылдың ба,